Балама оқулықты таңдау платформасы бойынша мұғалімдерге арналған нұсқаулық кез келген браузер арқылы интернет желісіне қосылып alternative.bms.kz сайтына кіреміз. Сайт екі тілде жасалған, қазақ және орыс тілінде. Егер сізде есептік жазба құрылған болса, email және пароліңіз пайдаланып жүйеге кіруіңізге болады. Егер құрылмаған болса, тіркелуіңіз қажет болады. Тіркелу үшін зарегистрироваться батырмасын басып, өзіңіздің поштаңызды теріп, атыңызды, фамилияңызды, әкеңіздің атын толтырып, пароль құрастырасыз. Пароль 8 символдан болуы тиіс. Барлық жолақтарды толтырып болғаннан кейін тіркелу батырмасын басамыз. Сіз тіркеліп болдыңыз. Кіру үшін поштаңыз тіркелген кезінде пайдаланылған поштаны жазып, парольді жазып, жүйеге кіреміз. Жүйеге ең бірінші кірген кезде сізге профильді толтыруыңызды сұрайды. Барлық жолақтар бойынша бірінші телефон нөміріңізді толтырасыз. Онан кейін қай облыс таңдайсыз. Облыстың районын таңдайсыз. Елді мекенді таңдайсыз. Ұйымды, мектепті таңдайсыз. Бұл жерде егер мектеп көп болып жатырса, іздеу арқылы, бин арқылы теруіңізге болады. Қызмет мұғалім таңдайсыз. Егер мектебіңіз қазақ тілді мектеп болса, қазақ тілін таңдайсыз. Ал егер орыс тілді мектеп болса, орыс тілін таңдайсыз. Ал егер аралас мектеп болса, екі тілді де таңдайсыз. Сынып таңдайсыз. Өзіңіз сабақ беретін пәндер бойынша белгі қоясыз. Профильді толтыру батырмасын басып, сіздің профильді толтырып болғаннан кейін мәзірден оқулықтар таңдап, сіздің өзіңізде профильді толтырылған пәндер бойынша оқулықтар шығарылады бұл жерде. Егер сіз сабақ беретін пән шықпаса, онда профильден редакциялау батырмасын басып, беретін сабақтарыңызға бет-белгі қоясыз. Сақтау арқылы оқулықтарды ашқан кезде таңдаған пәндер бойынша оқулықтар шығады. Пәннің аты, баспаның аты көрсетіледі. Пәнді таңдаған кезде оны жүктеп алуыңызға болады. Авторы көрсетілген және басып шығарып алуыңызға болады. Баспаға шығаруға болады. Барлық пән бойынша танысып болғаннан кейін таңдау жасауыңыз керек болады. Ол үшін мәзірден таңдау жасау, жазба қалдыру, пәнді таңдап, жылын таңдаймыз, сынып, қазақ мектебі болғандықтан қазақ тілін таңдаймыз, баспа, Оксфорд сақтаймыз. Сіз ағылшын пәні бойынша таңдау жасадыңыз, Оксфорд. Осымен мұғалімнің таңдау жасау жүйесі нұсқаулық аяқталды.